Сема Сүнгілдің соңына түсіп, Епектің жігітімен сөйлесіп отырғанын көріп қалды. Епекке барып, бар шындықты айт деді. Болмаса өлтіремін деп қорқытты. Епек шындықтың бәрін айтып берді. Садриддинге айтпа деп жалынды. Сема Садриддинге сен өзің айтасың деді. Пойраз Синанды тауып құтқарды. Бірақ олар Пойразды кісен салып әділге ұстап әкелді. Ихсан Пойразды теуіп ұрып тастады. Синанды сеферлер алып кетті. Сефер жараланды. Синан анасымен қауышты. Әділ Айшегүлге видеомен звондап Пойразды көрсетті. Келесің, келмесең Пойраз өледі деді. Пойраз Айшегүлге келме деді деп жалынды. Бірақ Айшегүл ауырды, больницаға баруым керек деді. Оны әкесі больницаға әкеле жатқан кезде қашып кетті. Епек Садриддинге бар шындықты айтты. Сүнгілдің өзін жалдағанын айтты. Садриддин ашуланды, бірақ оны өлтірмеді. Зұлпхар Шидеммен айырылысты. Ол Мелтемді сүйетінін айтты. Айшегүл әділге келді. Дәрігер оған ота жасап баласын алып тастады. Пойраз айқайлап жылады. Ота біткесін оларды босатты. Пойраз Айшегүлді құшақтап жылады. Әкесі Айшегүлдің артынан келгенде бәрі кеш болды. Пойраз Айшегүлді көтеріп алып шықты. Екеуі де ешкіммен сөйлеспей қатты қайғырды. Бахри Айшегүлмен сөйлес деді Пойразға. Пойраз көзіне қараймын деді. Оған ол сенің кінәң емес деді Бахри. Пойраз полиция бастығы Шевкетті қылғындырып айқайлады. Сен соларға жұмыс істейсің деді. Пойразды шаққа айырып алды. Пойраз жұмыстан кетті. Бахриге келіп Шевкет әділге жұмыс істейтін Ихсанды сол босатып жібергенін айтты. Садриддин Сүнгілге ажыраспаймын, өмір бойы осы үйде тұрасың менімен деді. Пойраз Айшегүлге келді. Айшегүл үйге барғым келеді деді. Пойраз оны үйіне алып келді. Синан әкесіне звондап көргісі келетінін сағынғанын айтты. Пойраз Айшегүлге Синан келгісі келетінін айтты. Айшегүл қарсы болмады. Синан менің інім қалай? Менің сыйлығым бар деді. Екеуі тағы қиналып жылап қалды. Бахри Шевкетке келіп әділмен қайда қашан кездесетінін сұрады. Шевкет ертең айтады деді. Пойраз Айшегүлге ота істеген дәрігерді тапты. Ол бір қызға ота жасап жатыр екен. Қыз өліп қалды. Дәрігер қашып кетті. Полиция бастығы Шевкет Бахриге звондап әділмен қай жерде қашан кездесетінін айтты. Бахри әділді өз адамдарымен сыртта күтіп тұрды.